Егер сен өзіңнің өміріңе ақшаның, байлықтың, ризықтың магнитше тартылғанын қаласаң, дәл осы видеоның соңына дейін қарауға кеңес беремін. Жалпы әлем белгілі бір заңдылықтардан тұрады. Яғни жақсы мен жаман, ақ пен қара деген сияқты әлемде екі заңдылық бар. Дәл осы ережеге егер де адамдар мән беретін болса, онда ол өзінің өміріне кез келген қалаған затын магнит тәрізді тарта алады. Ол заңдылықтар закон притяжения және де закон отторжения. Қазақшаға аудармаймын, өзім білемін. Яғни көптеген адамдар мынау бір сұраққа жауап іздейді. Мен өзімнің ақша потогымды қалай ашсам болады деп. Бірақ ол ақша потогы не себепті жабылып қалды? Осы сұраққа жауап іздемейді. Хотя на самом деле квантовая физиканың заңына сүйенетін болсақ, адамдар ол энергетическое поле. Яғни біз энергияны береміз әлемге, және әлем сол нәрсені өзімізге қайтарып береді. Закон притяжения солай жұмыс жасайды. Яғни мен әлемге қандай қарым-қатынаста боламын, қандай эмоция беремін, қандай энергия беремін, дәл сол нәрсені маған әлем қайтарып береді. Маған мен сияқты адамдар тартылады. Маған мен сияқты қарым-қатынас жасайтын адамдар тартылады. Егер де мен жақсы отношенияда болсам, егер мен адамдарға көбірек жақсылық жасасам, егер мен позитив беретін болсам, бақыт, күлкі сыйлайтын болсам, онда дәл сол нәрсені өзімнің өміріме тартып аламын. Ал закон отторжения дегеніміз не? Мен негативный, яғни төменгі вибрацияда болатын болсам, үнемі депрессияда, үнемі негатив, агрессия, қорқыныш білдіретін болсам, дәл сол нәрсені өзімнің өміріме тартып аламын. Ал закон отторжения дегеніміз ол менің отражениемде жоқ нәрселерді алшақтату. Әлем негізі біздің айнамыз. Мен қандай болсам, дәл сол нәрсені әлемнен байқаймын. Егер де менің бойымда белгілі бір қасиеттер жоқ болса, ол нәрсені мен бұлай қаншалықты ұстап тырыссам да, ол нәрсе менен қашады, то есть отторгается. Егер мен зона комфортадан шығуға қорқатын адам болсам, бірақ әлемге тәуекел ет, жақсылық жаса, қорықпа, рисковать ет деген сияқты дәріптейтін болсам, деген сияқты вид білдіретін болсам, онда ол нәрсе менен қашады. Демек, мен егер де манифестацияның заңдарына сүйеніп бір визуализация жасап, өзімнің қалаған армандарымды көзіме елестетіп отыратын болсам, онда ішімдегі убежденияларым менің басқаша. То есть мен тәуекел ет деп айтамын, бірақ ішімде өзімнің зона комфортынан шығуға қорқатын адам болсам, дәл осы манифестация заңдары менен отторгация етеді. Яғни менің бүкіл жасаған әрекеттерім ол босқа деген сөз. Сол үшін де егер де мен өзімнің өміріме позитивный жағдайларды, ризықты, бақытты тартқым келсе, онда мен сол халде өмір сүруім керек.